Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай ерекше балық қуырайын жатырмын кешкі асқа. Енді қуырудың әртүрлі тәсілдері бар. Әртүрлі қуырады әркім. Мен енді бүгін осындай өзімнің қалай қуыратынымды көрсетейін деп видео түсіріп жатырмын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Міне балықтарды жаңа сыртын ашып, жуып, тазалап алдық. Енді қазір осылай балықтарды бөліп, осы алтында енді қуырмаймыз ғой. Балықтарды бөліп қалай қуыру керек екенін түсіндіретін боламын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қараңыз. Достар, міне мен видеода көрсетіп кетейін. Міне балықтың осылай басын жеке бірінші алып аламыз. Қалған бөліктерін қазір кесіп аламыз. Енді қатты болып тұр енді. Мен балықтардың барлығын осылай үшке бөліп алдым. Неге басында қуырғанда негізі тәтті болады, қазір көретін боласыздар. Міне орталарының барлығын осылай тазалап алдық. Енді біз қазір тұздап шығамыз да бірден майға қуыратын боламыз, оңға аунатып отырып. Сіздер де осылай жасаңыздар. Енді көп кісілер осылай мүмкін жасайтын шығар, көресіздер. Міне осылай орталар барлығы осындай болып тұр. Қалың болғаннан кейін міне екіге осылай үстерінен бөліп жібердім. Енді қазір тұздап шығам. Осылай ішкі жағына да аздап сеуіп жіберейін. Қазір сінеді ғой. Енді қолым су болғаннан кейін жабысып жатыр. Қолдарыңызбен осылай өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жағып өтесіздер. Міне қарасаңыздар, мен екеуін көрсеттім, осылай тұздап, осылай қолдарыңызбен бүйтіп орталарына сіңгенше осылай тұздап шығасыздар. Біздің балықтарымыз 10-15 минуттай тұрды, барлығын тұздап алдық, тұзы сіңді. Енді қазір ұнға аунатып, майымызға қуыратын боламыз. Ұнға аунатпастан бұрын бірінші майымызды тапамызға құйып, газымызға қосып қоямыз. Майымыз қыза бастағанда балықтарымыздың барлығын қуырып алатын боламыз. Мен газымның астын қосып қойдым. Енді сұйық майымызды құямыз. Көптен бері балық қуырмай жүредік. Бүгін базарда жүріп, балық есімізге түсіп кетті, балық қуырайықшы деп, бір жақ видео түсірейін деп. Майымыз қазір тез қызады. Бірден пісіріп алатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай үлкендеу табағымызды алып алдық, ыңғайлы болсын деп ұнымызды салып алдым. Енді осылай балығымызды аунататын боламыз оңға. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балықты енді көбісі осылай қуыратын шығар. Енді менің каналымда бірақ тез оңай жасалатын тағамдар өте көп. Сондықтан қарап өтсеңіздер болады. Міне балық барлығын осылай оңға аунатып аламыз. Мынандай бір бөлігін алайын. Міне осылай барлығын оңға аунатып аласыздар. Енді түсінікті деп ойлайын, видеоны созбай ақ қояйын. Міне қазір осылай қуырып аламыз енді. Негізі достар, қарап отырсаңыздар, мына балықты негізі қуырып жесеңіздер де майға, асып жесеңіздер де өте пайдасы зор. Сондықтан кәдімгідей енді күнде болмағанмен анда-санда осылай алып, қуырып, пісіріп жесеңіздер болады негізі. Енді бұрын арзандау болатын еді, қазір балық қымбат қой өзі. Енді үйде кішкентай балалар бар деп кішкене үлкен балық алдық біз. Балықтарды көп ажырата қоймайды екен. Сазан ба не деп айтады осындайда. Сүйектер аз ғой, үлкен ғой деп сүйектер осындайын алдық енді. Балаларға жеуге де ыңғайлы болсын деп. А то кішкентай балықтарды алатын болсақ сүйегі көп,
балаға беруге ыңғайсыз. Достар, мен осылай барлық балықты оңға осылай аунатып алдым. Енді қазір қуыратын боламыз. Майымыз да әдем болып қызып қалды. Осылай салфеткамызды төсеп алайық. Майы сіңсін деп. Мен ауырғаннан кейін тамағым вообще бітіп кетті. Достар, дайын болды. Енді балығымызды салып қуырамыз. Қазір астын кішкене бастым. Өте қызарып кетпесін деп. Осылай ақырын отта қуырып жатырмыз балығымызды. Иісі деген бұрқырап жатыр. Балықтың өзі де дәмі де әдемі ғой. Қой, шықма. Достар, осылай әдемі болып пісіп жатыр. Видеода жақынырақ бір көрсетейін. Екі жағында әдемі қылып қызартып пісіріп аласыздар. Достар, осылай екі жағын кезек аударып отырып пісіріп аласыздар. Екі жағын аударғаннан кейін, мына бөліктері бізде қалың ғой. Сол себепті осы екі жағында кезек аударып аласыздар. Сонда әдемі болып піседі балықтарымыз. Бірінші майымызды қыздырып алғаннан кейін баяу отта пісіріп жатырмын. Міне осылай әдемі қылып балықтарды қуырып алдық. Керемет болып тұр. Міне өздеріңіз қараңыздар. Енді қазір жейтін боламыз. Бүгінгі біздің асымыз. Достар, енді дәмін сіздермен бірге көрейік. Біреуін алайын. Міне қараңыздар. Әдем болып пісті ғой, жұмсақ болып, кәдімгі газдың асты. Майымыз қызғаннан кейін баяу отта пісірдік. Міне дәмі деген күшті. На, қызым, бады. Қалай екен, Шакон? Күшті ма? Күшті ма? Күшті екен. Мен қыздарым қоймай отырғын. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Балық өте пайдалы. Керемет қылдым осындай. Бүгін балық қуырдық. Қыздарым жай жақтан қоймай отырғын. Ортасына дейін бәрі міне әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздар. Сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін кездескенше.